Сәлем достар, сторис 1 минут, сондықтан көбірек сыйсын деп осылай YouTube видео жазып тастадым. Жалпы Турцияға келдік та, бір аптаға демалуға, сол туралы ақпарат айтқым келіп тұр. Просто кім шетелге қызығады, соларға пайдалы болады деп ойлаймын. Жалпы енді біз Катарда тұрамыз ғой. Катарда 6 ай бойы ыстық болады. 6 ай бірақ күшті ауа райы болады. Майдан октябрьға дейін включительно 6 ай ыстық болады. Майда енді более-менее кешке далаға шығуға болады, бірақ уже июньнен бастап нереально. Шығуға болады, ыстық просто дала, терлейсің. Балалар далада жүріп ойнай алмайды особо. Біз ол 6 айда тек қана теңізге барамыз, бассейнға түсеміз, сөйтіп өткіземіз. Даладағы активити тек қана сондай. Ал басқа 6 ай көбі бағандай, ой, Катарда өмір сүру қиын ғой деп ойлайды, бірақ нормально да. Ол 6 ыстық айда сен теңізге түсе аласың, бассейнға түсе аласың, әйтеуір. Ал басқа айда, 6 айда керемет ауа райы, күшті далада қыдыруға болады, неше түрлі жерлер бар ойнайтын. Бірақ дегенмен, мен мына қазір Турцияға келіп, Истанбулға келіп, Истанбул одан да күшті екенін түсініп жатырмын да. Себебі біз келдік, мысалы, ыстықтан қашып. Мен не үшін вообще Стамбулға келдік? Спонтанная поездка болды. Негізі жазда үйде отырады деп ойладық балалар. Бассейнға түседі, үйде болады деп. Бірақ енді күні бойы үйде отырады, ешқайда шықпайды, дала ыстық өйткені. Далаға шықсақ тек бассейнге шығады, немесе дүкенге барып қайту, там кішкентай ғана дистанцияға жүреді, болды, ары қарай уже терлейді, ыстық. Сондықтан балалар кішкене қыдырып қайтсын, сабаққа дейін кішкене разнообразие болсын деп билет ала салдық, там 1-2 күн қалғанда, спонтанно. И отпускта сондай, бізде әйтеуір біздің компанияда отпускта кез келген уақытта алуға болады, хоть там 1 күн қалғанда алуға болады. В общем, алдық. Енді не айтқым келіп тұр? Турцияда рахат, балалар далаға шығып жүр, парктар бар, күшті, ойнайтын жерлер бар. Алматы сияқты, бірақ теңіз бар, еще ауа таза, смог жоқ, вообще жоқ. Жел бар, да, жел соғып тұрады теңізден. Ана көз деген рахаттанады, теңізге қарасам, Босфорға қарасам. Стамбул енді керемет екен. Өте жақсы, бізге ұнады. Енді оған дейін келіп жүрік қой, бірақ осы жолы жазда дұрыс келіп көрмеппіз. Бұрында келдік, бірақ ол кезде басқаша бір не болды да. Поездка болды, просто там Айя София, сондай жерлерге. Сосын балалар кішкентай болды, особо қыдырламады. Балалармен әлек болып. Осы жолы балалар кішкене өскен, уже 8 жаста, 6 жаста, 2 жаста. Үлкен қыздар кішкене түсінеді, жан-жақты қарайды, бағалайды деген сияқты. Сондықтан осы жолы қызығырақ болды. И далада ойнайтын жерлерді қарап, өмір сүруге былай қарап кеткенбіз ғой. Жақсы екен, өмір сүруге болады екен деп Стамбулда. Әрине, тек қана сенде онлайн жұмыс болса ғана. Сен былай Турцияда компанияларға орналасып ақша табам десең өте қиын ол нәрсе. Себебі біріншіден түркше білу керек, екіншіден мында көп ақша жоқ. Стамбулда өздеріңіз білесіздер, экономикасы. Мұнай жоқ қой енді, мұнай жоқ, қиын да экономика, сауда, строительство. Енді жақсы ғой, жалпы, в целом, но девальвация несі страшно. Мысалы, любой түріктен сұрасаңыз, бәрі шағымдан отырады да, бітшіт болады бізде. Шынымен де сондай. Бірақ енді дегенмен, былай тұруға, табиғаты бәрі керемет. Удаленно істесең, да, онлайн үйде отырып жұмыс істесең, Стамбул вообще керемет, өте жақсы қала, мемлекет. Сосын енді удаленно жасау керек дейсің. Осы жерде, кстати, өзімнің немді қыстырып кетейін, өзімнің үйрететін нәрсемді. Жалпы жасанды интеллект мәселесі бар. Удаленно жұмыс жасауға өте керемет мүмкіндік қазір. Өйткені спрос бар, реально спрос бар. Мен өтірік айтып тұрған жоқпын. Өзім агентство
бірнеше рет ашып көрдім. То есть менде образование тек қана негізінде блогымда, себебі менде уақыт жоқ та агентство ашып там жүргізуге. Сондықтан мен в основном обучение жасаймын, бірақ бағандай обучение жасағанда өзім ақша тапқан дұрыс та, себебі сен өзінің тапқан ақшаңды өзің істейтін жұмысыңды үйреткен дұрыс та, сен былай теорияны ғана айта бергенше. Менде просто мүмкіндік болмағандықтан, өйткені күні бойы жұмыстамын, основной жұмысым бар, потом семья бар, уақыт вообще нереально жоқ. Уақыт табам, күніне 1-2 сағат тек қана блогқа. Вот образовательный блог, инфобизнес, сол бар тек қана. Енді мен сол осы жасанды интеллектті айтып бастағалы бері ең басында сразу агентство ашу ойымда болды. Аштым дегенде неофициально аштым, былай 1-2 заказ істеп көрейін дедім просто. Істеп көрейінде мен емес өзім, мен как бизнес аштым, бір программисттерді, фрилансерларды нанимать еттім, олар жасады, ақшаны алдық. Сол кезде түсінгенім, мен өзім басында жүру керек болдым да, клиентпен сөйлесу керек, қадағалау керек, программисттен сұрау керек, бітті ма, бітпеді ма, не болып жатыр деген сияқты. Оның бәрі көп уақыт алады, бәрібір де көп уақыт алады екен, өзің жасамасаң да. Сондықтан мен жауап тастадым 1-2 заказдан кейін, сосын қоя салдым. Бірақ түсіндім да, что спрос бар, ақша бар, заказдардың бағасы да жақсы. Сол жақында агентствоны қайтып аштым. Уже менде, неге аштым, себебі менде идея болды. Давай мен партнер алайын. 50-50. Ол полностью операционкаға жауапты. CEO, COO, барлық мәселені өзі шешеді. Мен тек қана как клиент алып келетін, клиент тартыратын, маркетинг, лицода, сондай. То есть менің мақсатым, менің жұмысым тек қана клиент алып келу, партнерымның жұмысы полностью операционканы қадағалау, заказдардың орындалуын қадағалау, бастан аяқ программисттерді, фрилансерларды қадағалау, бизнеспен жақсы қарым-қатынас құру, саудаласу, полностью бәрін сол басқарады. Ал мен тек қана клиент алып келем. Сөйтіп бастадық, вроде пока жақсы, уже бір заказ алдық, екінші заказ қазір талқыланып жатыр. И то мен реклама жіберген жоқпын. Мен мысалы таргет вообще жіберген жоқпын әлі. И то сторисқа шығармадым, кімге заказ керек, давайте жасап береміз деп. Оны да істемедім, еш нәрсе істемедім. Уже 1-2 рет мен формам бар, биода, сол биоға просто форма салып қойдым. Сол форманы толтырған адамдар, еще былай директке жазып сұраған адамдарды, солармен сөйлесіп уже бір заказ бар да. Вот. Просто айтайын дегенім, спрос бар, реально, өтірік айтып тұрған жоқпын. Себебі мен өзім жеке бизнесімда, инфобизнеста реально менде менеджер болды, сату менеджері. Жамандап тұрған жоқпын, өте жақсы адам. Дегенмен ол адамда, біріншіден әйел адам, балалары бар, семьясы бар, уақыт таба алмайды. Жұмыс жасайды, бірақ мысалы бәлеңбай адам жазып жатқанда одновременно бәрімен бірге сөйлесе алмайды, ол робот емес. Сөйлеседі, сәлем дейді, қалайсыз, не керек сізге, мына деп сөйлесіп отқанша уже екінші клиент суып қалады да, қойшы деп уже қызығушылығы бітіп қалады. Сондай кезде жасанды интеллект реально күшті көмектеседі. Вот мен жасанды интеллектті қойып қойдым қазір менеджердің орнына. Там 1000 адам одновременно жасса, бәрімен одновременно сөйлесіп отырады, понимаете? Вот реально күш сода. Вот соны мен түсіндім да оны, и реально соны қазір бизнестарға енгізіп жатырмын. Оларға ұсынып жатырмын. Сіз де солай ұсына аласыз. Бизнестарға реально, керек бұл нәрсе, жасанды интеллект. И сіз соны жасай аласыз, және код жазбай, программист болмай-ақ жасай аласыз да. Вот күш сода. Мен сол үшін үйретіп бастадым. Мен оған дейін программирование үйретейін ба деген ойым болды. Көп адам сұрады менен, программирование үйренгім келеді, анау деп көп жазатын. Бірақ мен үйрете алмайтынмын, себебі код жазу керек та бәрібір. И код жазу оңай нәрсе емес. И осы NATM платформасын көріп қалған кезде, блин, деген күшті тема ол. Бұл деген адамдарға жақсы мүмкіндік қой деп, сөйтіп бастап кеттім да. И шынымен де қазір көзім жетіп жатыр, бәрі үйреніп жатыр. Тема екен, бот жасадық деп, кәдімгідей қуанып маған бөлісіп жатыр да шәкірттер. Сондықтан бұл пока актуальная тема, спрос бар, бизнес жасауға болады. Сондықтан жасаңыздар деп айтқым келеді. Өзім немді қыстырып жібердім.
өзіңіз үйренсеңіз болады, интернетте ресурстар бар, бірақ менен үйренем десеңіз төменде ссылка қалдырып кетемін, соған өтіп менің обучением туралы толық ақпарат таба аласыз. Сол жерде бесплатный урок бар, кстати, тоже вебинар жасаған, соны қараңыздар, там подробно уже мысалдармен көрсетемін, қалай ақша табуға болады, что за тема деген сияқты. Так, енді сонымен сол Турция деген жақсы өмір сүруге болатын жер екен. Катармен салыстырғанда жазда далада жүріп, паркта жүріп, ыстық емес, қолайлы жер, дамыған Европа, Азия, Босфор керемет жерге орналасқан, өздерің білесіздер. Турциядан басқа Анталия бар, ана жақта тиіп тұрған, басқа қалалар бар әдемі. В общем, Стамбулда тұруға болады екен, удаленно жұмыс істеп, ақша тауып, сондай істеуге болады. Сол просто бөлісейін дедім, Стамбулға келдім, жақсы жер екен, осындай күшті айтпақшы. Гостиницада тоқтадық. Тоже не да, ол просто ақша болған жақсы екен тоже. Соны айтқым келіп тұр. Себебі захотели поехать в Стамбул, купили билеты и поехали, да. Рахат екен, да. Айтып тұрған жоқпын, бай болыңыздар, ақшаның бәрін өздеріңе құртыңыздар деп тұрған жоқпын. Мен айтқым келетін нәрсе, ақша табыңыздар, бай болыңыздар, бірақ ақшаны бірінші орында, ең бірінші Аллах жолында беру керек, по-любому. То есть ол Аллах саған берді байлықты, сен Аллахқа қайтаруың керек. Как бы Аллахтың берген ақшасы сол Аллахтың берген ақшасын Аллах жолында құртуың керек, садақа беруің керек, бір благотворительный бір нәрселер жасау керек. То есть сол кезде ғана сенің тапқан табысың адал болады да. Соны істе, максимально көп садақа беріп, жақсы жолда қолдан, плюс еще семьяңа да қолдан, да. Потому что ақша бар жерде мүмкіндіктер болады екен, да. Ол барлығы әсер етеді. Мысалы, сен Илон Маскты қарасаң, Илон Масктың ата-аналары Илон Маскты бүкіл дүние жүзін қыдыртқан екен, да. Кішкентай кезден бастап ел жерді көрген, ой өріс қалыптасады баланың. Сондықтан, мысалы, өзіңіз байқасаңыз, Қазақстанда отырып ешқайда шықпаған адамдармен сөйлессеңіз, әртүрлі адамдар болады әрине. Бірақ біртүрлі адамдар да бар, да. Мысалы, ру болып бөлініп, ой, ана жақ жаман шымкенттіктер деп өзара қырылып отырады да, бөлініп, қала-қалаға, руға деген сияқты. Оның барлығы неден кішкене былай жан-жақты көрмеген ел, дүниені көрмеген деген сөз, да. Мысалы, өйткені өзім басыма өтті, шетелге шыққаннан кейін, болашақпен оқып келгеннен кейін, шетелде жүргенде сағынасың, өзінің кім екенін ойлана бастайсың. Мен қазақпын ғой, мен тарихым бар ғой, біз деген негізі күшті елміз ғой деп, сөйтіп мақтана бастайсың. Өйткені бәрі өзін таныстырады ғой шетелде. Мен Грециядамын, мен деген Турциядамын деп. Сонда тарихын біліп бастайсың. Сол кезде түсінесің, біздің наоборот қазақтар ұйымшыл болуымыз керек, бір болуымыз керек, бөлінбеу керек. Сонда түсінесің, да. Шымкент, Атырау, батыс, шығыс, акцент не тиісіп керек емес, да, бір-біріне қырылып керек емес, наоборот, бірге бауыр болып, сондай болу керек түсінесің. Шетелге шықсаң, кішкене сол ой өрісің өзгереді, кішкене басқаша ойланып бастайсың деп айтқым келіп тұр, да. Сол үшін шетелге шығу өте жақсы екен негізінде, ал ол үшін ақша керек. Ақша табудың жолдары бар. Мен постоянно сол ютубта, блогымда айтамын ол туралы, себебі ақша табу, конечно, ол өмірдің мақсаты емес, онсыз адал, жақсы өмір сүру болады. Бұл дүниелік имтихан ғой, біздің келіп отқан уақытша өмір. Сол өмірлік имтиханнан аман-есен өтуге болады, бай болып шарт емес. Бірақ жалпы өзінің көзқарастарымды, ой өрісімді, ой пікірлеріммен бөлісіп отырамын да блогта осылай. Егер сізге ол тема ұнамаса, сіз бәрі тыңдамайтыныңыз, да. Сондықтан бұл видеоны осы жерге дейін тыңдасаңыз, демек сіз примерно мен сияқты ойлайсыз, да, и мен айтқан нәрсеме құлақ асасыз, тыңдайсыз. Сол үшін максимально полезный информация беруге тырысатынмын. Сол достар, тағы не айтайын. Осындай
Стамбул, короче, тұруға болатын жер қысқаша. Удаленно жұмыс істеу мүмкіндігі бар, жасанды интеллект автоматизацияларын жасауға. Катар өте жақсы ел, күшті ел. Ауа райы ыстықтау, бірақ manageable, қатты үлкен проблема емес. Өте дамыған ел, бәрі тап-таза, инфраструктура бәрі күшті. Біз өте ризамыз, ұнайды бізге Middle East. Вот. Просто Стамбулдың бір минусы, ағылшынша жоқ, вообще ешкім білмейді ағылшынша. Өте қиын. Тек гостиницаларда нелерде болмаса. Ауыл английский керек та бала-шағаға. Мен балалардың ағылшынша оқығанын қалаймын мысалы. Мында ағылшын мектепке берген келсе, бәлкім 3 есе қымбат шығар Катарға қарағанда. Катарда апарсаң 500 мың теңге ойлашы айына. Таза ағылшын, нейтив ағылшындар еще андай. Англияда туған, өскен ағылшындықтар. Тап-таза ағылшында, короче, ол жақсы ол тіл білуге. Ол шарт емес, бірақ жақсы да, болған жақсы. Сол, ал мында сондай мектепке берген келсе, Стамбулда өте қымбат және қолжетімді емес болуы мүмкін да кішкене. Ал Middle East вроде қымбат сияқты көрінеді, но сол жағынан жақсы. Ағылшын мектептері өте қолжетімді. Алдында мен бір сториста айтып едім. Катарда тұру үшін айына бір 3-4 миллион керек деп. Осындай 3 балалы семьяға. Сөйтіп айтсам, и то мектепті санамағанда Қазақстандағы адамдар айтып жатыр да, мен Қазақстанның бағасын бірдей екен ғой деп. Шынымен де сондай. Мысалы, Қазақстанда таза ағылшын мектебі миллион тұрады да, Halle Berry деген сияқты. Частный мектептер ағылшын емес. 300 мың теңге, 400 мың теңге әртүрлі кете береді. Сол үшін Middle East'та реально тұруға болады, по идее. Абу-Дабиде тұрар едім мен мысалы. Абу-Дабида или там Дубайда. Сол, ладно, көп сөйлеп кеттім. Осымен бітірейін. Рахмет тыңдағандарыңызға. Просто сондай блог бөліскім келді. Бөлістім. Сау болыңыз. Келесі видеода көріскенше.